Қайырлы күн, балалар. Математика сабағына қош келдіңіздер. Тақырыбы жұмбақтар, туған өлке, мысалдар шығарамын, цифрларды бастырып жазамын. Сабақтың мақсаты балаларды түрлі есеп шығара білуге үйрету, ойын арқылы есте сақтау қабілетін дамыту, танымдық шығармашылық белсенділіктерін арттыру, балаларды адамгершілікке, ұқыптылыққа, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. Балалар, бүгінгі күнімізді шаттық шеңберден бастаймыз, бәріміз бірге қайталаймыз. Жарқырап күн де ашылды, айналаға гүл шашылды. Қайырлы күн, біз нәзік қыздармыз. Қайырлы күн, біз ержүрек ұлдармыз. Не елестейді? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Біздің отанымыз Қазақстан, Қазақстанның таулы жерлері, ауылдық жерлері, әсем де көрікті қалалар және тұрып жатқан Қажымұқан ауылы. Ендеше балалар, келесі бейнероликке назар аударамыз. Қазақстан жер көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орында тұрғанын білесің бе? Сенің елің әлемдегі жер алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен. Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері сыйып кетеді. Балақай, бұл жерді адамзат мекен еткелі 1 миллион жыл болды. Тарихтың өне бойында қазақтар осы ұлан-ғайыр жерге иелік еткен. Ата-бабаңнан қалған қасиетті жерді сен де сақтауға тиістісің. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Балалар, бір сан. Бір саннан кейін балалар қандай сан келеді? Дұрыс, 2 сан келеді. 2 сан туралы өлең жолдарын тыңдаймыз. 2 аяқпен жүремін, 2 көзбен көремін, 2 қолым бар менің, 2 құлақ білемін. Аққу болып қалқиды, сұлу мойнын еді, өз қадірін біледі. Яғни 2 саны аққудың мойнына ұқсайды екен. Енді көңілді тапсырмалар балалар ойыны. Бір күшікке бір күшік қосылды да ойнады. Біріккенде екеуі қанша болады, ойланшы. Бір сәбізде, шелекте, бір сәбіз. Себетте қоса алмайды екеуін. Көмектес шүйрекке, жақсы болар еді ғой, қосуды ол үйренсе. Балалар, жылдам сана. Мына жерде жеміс пен көкөністер және көліктер тұр, иә? Барлығы нешеуден болатын екенін санап өтесіңдер, балалар. Және ойын тапқаны. Балалар, мына жерде жеміс пен көкөністер. Осы жеміс пен көкөністердің ішінде қанша қай заттар екеуден бар екен тауып, көрсетіп, сызып көрсетесіңдер. Сергіту сәті. Төскейдеп жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Енді балалар, дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма, жұмбақты шеш, мысалдарды шығар. Бесік тербеп, ән айтатын, ертегі айтып, ойнататын кім сені? Мінде де есеп шығарасыңдар, сосын соның жауабын тауып аласыңдар. Еңбек етіп ерінбей, шашы ағарып қартайған бұл сүйікті жан. Мінде де тағы да төмен жағында есеп бар, соны шығарасыңдар, жауабын табасыңдар, балалар. Бір санды бастырып жазамыз, балалар, қаламмен әдемілеп жазып шығамыз. Тапсырма әрі қарай. Сырымның 5 ертегі кітабы бар. Ол 2 ертегі кітабын оқыды. Ол енді нешеуін оқу керек екенін анықтап, жазу құрастыр, жауабын жапсыр. Мына жерде төмен жағында балалар есептер бар, соны шығарасыңдар. Нешеуін ол әлі оқу керек. Әрі қарай, Әлияның 10 ертегі кітабы бар. Ол 2 ертегіні кітабын оқыды.
Ол енді нешеуін оқу керек екенін анықтап, жазу құрастыр, жауабын жабыстырастыр. Балалар, төменгі жағында тағы да есеп бар. Мысалы, 10 ертегі оқыды, 10 ертегісі бар, 2-ін ғана оқыды. Қайсы екенін тауып бересіңдер. Суреттегі қандай мереке бейнеленгенін айт. Бұлттарды тізбек бойынша жалғастыр. Алдыңғының жауабы келесі мысалдар. Балалар, бұлттардың ішінде міне есептер бар. Сол есептерді шығарасыңдар, содан кейін рет-ретімен қосасыңдар бұл бұлттарды. Есепті шығарып аламыз, балалар. Әр қарай тапсырма, балалар. Қай сурет қалдырылған? Сурет сал. Сол жағында суреттер салынған, балалар, бірақ төменгі жағында бір сурет қалып қойыпты. Оң жақта соған суреттер тұр, сол суретті көрсетіп саласыңдар. Суретке мұқият болаймыз, балалар. Қай жерде сурет жетіспейді қандай. Және екі санды қаламмен бастырып сыз. Балалар, әдемілеп қаламмен жазамыз. Және Наурыз мерекесіне кең дастархан жайылды. Әлия дастарханға 6 тәрілке, 8 кесе қойды. Кесеге қарағанда неше тәрілке кем? Балалар, мына жерде кем, артық деген есептерді және шығарасыңдар, және есеп шығарасыңдар. Осымен, балалар, сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.